Жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Енді Болат аға, қазақтың белді азаматтарының бірісіз ғой, ел үшін қаншама жұмыстар жасап жатырсыз. Әрине, бірақ сіздің басқалардан ерекшелігіңіз, оны ешқашанда насихаттамайсыз, айтпайсыз. Бірақ әрқашанда ел үшін түрлі шаралардың бастауында жүресіз. Жақында естідік, осы Қарасай ауданынан шыққан танымал азаматтар, меценат азаматтар барлығының басын қосып, бір үлкен қоғамдық қор құрыпсыздар. Яғни ұйым дейміз ба, оның мақсаты осы ауданнан шыққан. Мен өзім оны осымен шақырайын бәрін шақырып ас беріп, сонда айтайын, бәріміз осы районда қанша бизнесмендер бар, бәріміз ақшаны жинап, осы кәсіпкерлерімізді көгертейік, халқымызға көмек тигізейік деп шақырдық. Қазір жақсы сол қор құрдық, счет аштық. Кім қанша не көмек бере алады, беріп жатыр. Сол енді көмек дейді. Ал мына жерде спорт комплекс салдық. Жақында ол өзіміздің ақшамызға салдырдық. Яғни сол қордың бастамасы? Жоқ, ол бөлек. Өздеріңіздің бөлек жасап жатқан дүниелеріңіз. Ол бөлек. Жалпы ел азаматтарының басын қосу қиынға соққан жоқ па сізге? Қиын болды. Кейбіреу түсінбейді, неменеге біз беруіміз керек. Мен айттым, ана бағдарда бар ғой, туған жеріңе туың тік дегендей. Енді біз көмектеспесек, кім көмектеседі? Өзің бізге қалмайды ғой, әркім өзі алып кетпейді. Мына не қойып қоямыз, кім көмектескен жазып табылу. Немберен, шөберен көреді оны деп. Сөйтіп түсіндіріп, шақырдым, келді, көмектескенде. Яғни құрылған кәдімгідей қоғамдық ұйымның ауданға үлкен бір көмегі болып тұр. Көмек тиеді ғой, ол бірінші осы Алматы облысында бірінші біз неттік қой дейміз сонда. Қазір елде жер-жерде осы сіздердің игі бастамаларыңыз, яғни сіздің идеяңызбен туындаған игі шара жалғасып жатыр деп естимін. Оның жағын енді білмеймін, істеген шығар, ол жақсы көмек қой районға. Әрине. Кішкентай ғана ауылдың өзін көркейту, ауданды көркейту, тіпті қаламыз, мемлекетімізді көркейтсек, ол жақсы ғой. Ол жақсылық қой. Халқымыз үшін, еліміз үшін, жеріміз үшін пайда. Келесі ұрпағымыз үшін керек қой ол. Ол біз сөйтіп кетсек, ұрпақтың есінде қалады, айтады, аталарымыз өткенде біз набой айтамаймыз деп. Оларында ішінен біреуі шығарды, давай сөйтейік деп. Соңғы уақытта салиқалы ұрпақ деген қоғамдық қор жайлы өте қатты жиі естіп жүрмін. Ол мына мүмкіндігі шектеулі жандарға баспана беру, жетім балаларға қолдау көрсету, олардың өмірге қанат қағуына ықпал ету, қаншама қайырымдылық әртүрлі салада жүріп жатыр. Ал осы салиқалы ұрпақ деген қоғамдық қордың сіздікі екендігін білгенде мен таң қалдым. Біз ашқанбыз ондай қорды. Қазір Меккеге жібереміз, солдан жетім балаларға көмектесем, детский домдарға, соларға бәрін көмектесіп тұрамыз. 380 баланы, жетім балалар үйінде өскен балаларға сіз әке ретінде қамқоршы болыпсыз. 18 жыл қарадып, бірінші кластан оны бітіргенше киіндіріп бәрін түгел. Оқуға түсіріп, оқуларын ақшасын төлеп жүрдік. Қазір біреулер жақсылық жасаса, жарияға жар салып, оны насихаттап жатады. Осыншалықты қаншама жұмысты, мысалы салиқалы ұрпақ қоғамдық қорының жұмысын өзі неге мен жасап жатырмын деп айтпаймыз аға? Оны айтуға болмайды шығар деп ойлаймын. Құранда да жазылған ғой, ол істеген жақсылықты айта берме деп. Сен оны айта берсең, өзіңді мақтағандай боласың, сен көп сөйленбеймін отырады. Яғни қазіргі таңда Болат ағамыз жайлы көп дақпырт әңгіме айтатындар біліп жүрсін, осындай қоғамдық қорыңыздың бар екендігін деп осы сауалды қойып отырғаным бар. Енді мен шет жағасын ғана айтайын, мысалы осы Шамалған ауылының өзінде мүмкіндігі шектеулі жандарға, яғни 18 отбасына тегін баспана сыйлады. Қазақ өнерінде жүрген өнер жұлдыздарының айтпай қойайық, қаншасы қаншама жақсылық көріп жатқан. Мен өнер адамдарын өте жақсы түсінемін. Ол біздің ұлтымыздың өнерін, мәдениетін көрсетеді деп ойлаймын да, оларға көбірек көмектесемін. Қай жерге барса да Қазақстанның туын көтеріп жүріп, өлеңін айтып, олар бізді таныстырады ғой елімізді.
Сол үшін жалмаш көмектесем, олар өнер адамдары кейбіреу ойлайды, ой, қойшы ол әртіс деп. Мен өйтіп ойламаймын. Олар адамды, өнер адамдары бізді өте жақсы түсінеді, нәзік болады олар. Адамдардың ол бәрін түсініп отырады. Кім қалай ойымен отыр. Сол себептен мен өзім өнер адамдарын өте жақсы сыйлаймын, жақсы көремін. Қолына келгенше көмектесем, көбіне көмектестім, ол шын. Осы жасаған жақсылығыңызды кейбір адамдар дұрыс түсінбейді-ау деймін. Енді мен жақсылықтың бәрін ешқашан айтқам жоқ, мен мынаны істедім, ананы істедім деп, оның бәрін айта беруге ыңғайсыз. Ел енді қалай түсінеді, білмеймін елдің енді. Әркім аузында не болмайсың ғой, қақпақ. Бәрі ойлайды, мен несін көріп жүрмін, халықтың ақшасын біреудің несін тартып, біреудің ала, мен әлі дейін біреудің ала жүрдім, аттап көргем жоқпын. Ешкімнің ештеңкесін алғам жоқпын. Халыққа көмектескім келеді. Достарыма, өнер адамдарына, бәріне.